тәуелсіздік атты таңы 91-дің соңында. Ата-бабам тер төкті ғой егемендік жолында. Мұнаны бір қазақ халқы оңайлықпен келмеді. Азап шекті көп қиындық аттары да теледі. Қайтарып ап жаудың бетін қайсар халық өрледі. Ресейдің де бодандығын алып бір түрген еді. Талай біздің боздақтар, жазушы мен ақындар, өз жерінде ойнай алмай қалғандар ғой арландар. Ояныңдар, оқыңдар, талмаңдар, жатпаңдар деген ұран айтты бізге мағжан сенген бір жастар. 91-дің қысында, КСРО-ның тұсында қазақ елі орналасты Еуразия тасында. Өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Дегеннен соң елбасымыз өз жұмысын бастады. Сонау бір күн алтын ғасыр уақытымның бастауы. Қазақ халқы бір күн атып қуаныштан аспанға, ат ойлаған паш етіп бір мынау үлкен ғаламға. Қалалары бой көтеріп басшылықта өзгерді. Бейбіт халық мұнақан кешегі уақыт өткенді. Қазір міне шетел асып мойындатып көбелді. Димаш Қытай скрип десе гена біздің ақышты. Айта берсек таусылмаймыз тізімді біз қолдағы. Жалпы міне қазақ халқы құттықтаймын бәріңді. Тұсау кесіп жатқан сәби үлкен кіші кәріңді. Егемендік алған соң 30 жылда тез өтті. Осы жылдар аясында жетістікке көп жетті. Жүздеген мың жылдар болсын ертеңгі бостандығың тәуелсіздік ел тірегі.